Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта құрап сәндік сөмке тігеміз. Көлемі 20-20 см шаршы қоңыр матаға желімді тор үтікпен жапсырылады. Қазақта тұмарша оюы тіл көзден сақтайды деген ырым бар. Тұмарша оюын үлгіден матаның желім жапсырған жағына бастырып сызып, сосын қиып аламыз. Бұйымның негізгі бөлігі көлемі 38-38 см шаршы былғары матаның ортасына тұмарша ойын жапсырамыз. Тігім машинкасында зигзаг тігіспен бастырылып тігіледі. Сөмкенің бір беті дайын. Екінші жағына көлемдері 20-20 см 4 блокта екі түрлі құрақ түрін тігеміз. Блоктарды бір-біріне біріктіргенде 38-38 см болатын сөмкенің екінші беті шығады. Жоғарғы ернеулеріне 38-6 см екі жолақты тігеміз. 55-8 см былғары матадан екі бөлік қиып алып бау тігіледі. Бауларда сөмкенің екі жағына симметриялы тігеміз. Астарында осы көлемде бөз матадан қосып тігеміз. Қазіргі кезде қол сөмке тұрмысымыздағы ең қажет бұйымға айналды. Әйтсе де ұлттық нақышта өз қолымыздан тіккен сөмкенің орны бөлек. Міне, сөмкеміз дайын.